Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Anirudh Kulkarni. Мен Аполло ауруханасы Джаянагармен байланысқан интервенциялық невропатологпын. Бүгін мен сіздерге аневризмалар туралы қысқаша кіріспе бергім келеді. Аневризмалар негізінен қан тамырларындағы әртүрлі себептермен пайда болатын ісіктер. Көп жағдайда олар жоғары қан қысымы бар адамдарда кездеседі. Оларда инсультпен жүріп талмасына әкелетін басқа да атеросклероздық қауіп факторлары болуы мүмкін. Аневризма жарылып, мидың ішінде қан кету тудырмаса, көптеген адамдар аневризма бар екенін білмейді. Аневризмалар жарылған кезде олар өте қауіпті болуы мүмкін. Бұл ауыр ауру. Жарылған аневризмасы бар адамдардың 30 әдетте ауруханаға жетпейді. Олар ауруханаға жетпей қайтыс болады. Тағы 30 аневризмалық қан кетуге байланысты асқынулардан ауруханада қайтыс болады. Және олардың тек шамамен 30 ғана аман қалады. Және сол 30-дің өзі ауруханадан шыққанда елеулі кемшіліктерге ие болады. Енді бұдан басқа аневризма тек жарылып, мидың ішіне қан кетірген кезде ғана байқалады. Бұл субарахноидальды қан кету деп аталады. Немесе олар басқа себеппен сканерлеуден өткен кезде кездейсоқ анықталады. Көп рет адамдар бас ауруымен келеді. Содан кейін МРТ немесе сканерлеуден өтеді. Және содан кейін аневризмасы бар екенін біледі. Бұл бас ауруының себебі болмауы мүмкін, бірақ кейде болуы мүмкін. Барлық аневризмаларды емдеу қажет емес. Егер сізде бар аневризма кішкентай 2 мм-ден аз болса, онда көп жағдайда ең жақсы нұсқа күтіп, бақылап, олардың қалай дамитынын көру. Кейде олар өседі, кейде өспеуі мүмкін. Егер олар өспесе, көп нәрсе істеудің қажеті болмауы мүмкін. Науқастар қан кету бар екенін қалай біледі? Науқас немесе аневризма жарылған кезде мидағы қан кету кенеттен басталатын қатты бас ауруын тудырады. Оны найзағай бас ауруы деп атайды. Бұл бас ауруы соншалықты қатты. Ол адамның өмірінде бастан кешкен ең ауыр бас ауруы болуы мүмкін. Бұл көбінесе құсу, ұйқышылдық, талма немесе ұстамалар сияқты басқа симптомдармен байланысты болуы мүмкін. Көп рет науқастар есінен танып қалады. Олар дененің бір жағында әлсіздік дамуы мүмкін. Оларда мойын ауруы пайда болуы мүмкін. Сондықтан өте ауыр қан кетулерде оларда кенеттен жүрек тоқтауы да болуы мүмкін. Қан кету салдарынан жүрек толықтай тоқтап қалуы мүмкін. Егер осы симптомдардың кез келгені кенеттен пайда болса, науқасты бас ауруының себебін анықтау үшін сканері бар ауруханаға шұғыл жеткізу керек. Сканерлеуді жасағаннан кейін және субарахноидты қан кету бар екенін білгенде, осы субарахноидты қан кетулердің 85 анықталмаған аневризманы қамтиды. Осы кезеңде жасалуы керек ең жақсы зерттеу ангиограмма немесе диагностикалық ангиография. Аневризма бар екеніне сенімді болғаннан кейін, оны шұғыл түрде емдеу қажет. Аневризмаларды емдеу екі нәрсеге бөлінеді. Біріншіден, болған қан кетуді емдеуге. Сондай-ақ қан кетудің көзін емдеу керек. Қан кетудің көзі аневризма. Бұл аневризма не қысқышпен жабылуы керек, не оралған болуы керек. Қысқышпен жабу бұл миды ашып, аневризмаға барып, оны сыртынан кішкентай қысқышпен жабу. Орау бұл миды ашпай, қан тамырының ішіне кіріп, аневризманы кішкентай платина орамдарымен толтырып, оны толықтай жабуға көмектеседі. Аневризмаларды емдеуде соңғы уақытта көптеген жетістіктер бар. Мұнда аневризмаға қан ағымын толықтай тоқтатып, оны қалыпты қан тамырларына бағыттай алатын құрылғылар бар. Олар ағынды бұрушы деп аталады. Содан кейін сізде ішкі қапшық құрылғылары бар. Олар қапшықтың ішінде орналасып, оны толықтай жабуға себеп болады. Қан кетудің көзі жойылғаннан кейін қанның өзін емдеу керек. Қан өзі 15 күн, 21 күн ішінде айналымға қайтадан баяу сіңіріледі. Бірақ қан сол жерде болған кезеңде көптеген басқа мәселелер туындауы мүмкін. Қан тамыры тітіркеніп, спазм күйіне өтіп, жаңа инсульттерге себеп болуы мүмкін. Ми ішінде судың айтарлықтай жиналуы мүмкін. Бұл гидроцефалия мен бас ауруларын тудыруы мүмкін. Сондықтан осының бәрін емдеу қажет. Бұл ұзаққа созылатын ауру. Субарахноидты қан кету болғаннан кейін ұзаққа созылатын процесс болып табылады. Және бұл бірнеше аптадан бір айға дейін ауруханада жатуды талап етуі мүмкін. Бірақ дұрыс емделсе, осының көбін жақсы басқаруға болады және науқасты құтқарып, кейінгі қан кетулердің алдын алуға болады.